әйелдер үйлерінде сүт сауады, нан пісіреді, от жағады, тезек тереді, соның бәрін жасайды да жайлап сатады. Олар индивидуальный предприниматель, жеке кәсіпкер емес. Жеке кәсіпкерге беріп отырған үкіметіміздің жеңілдіктерін білмейді. Сол мақсатпен мынандай жиын өткізді. Бұнда тек қана кәсіпкерлер емес, кәсібін бастаймын деген жастар, кәсібін бастаймын деген ауыл әйелдері барлық 7 районнан келіп отыр. Мемлекет тарапынан қандай қолдау көрсетеді деген сұраққа келетін болсақ, әйел аруларға бұл жерде жаңағы кәсіпкерлердің, әйел кәсіпкерлердің екінші деңгейлі банктен бизнесін дамытуға алған пайыздық мөлшерлемесін субсидиялап, банк талап еткен кепілзат жеткіліксіз болған жағдайда ішінара кепілзат ұсыну. Қазіргі даму қоры арқылы бірыңғай кешенді бағдарлама іске асырылуда. Бұл 6 бағыттан тұрады: микро кәсіпкерлікті, шағын және орта кәсіпкерлік, ірі кәсіпкерлік, моно және ауылдық елдегі кәсіпкерлерге, қор биржасы және әлеуметтік кәсіпкерлерге қолдау көрсетеміз. Жаңа айтқан екі инструмент, ол пайыздық мөлшерлемені субсидиялап, екінші банк талап еткен кепілзат жеткіліксіз болған жағдайда ішінара кепілдік ұсыну.